Oturabiliriz, pastayı kalk. Artık bize öğreteceğiz. Әйгерім, баста берсек бола ма? Әйгерім. Баста берсек бола ма? Саламатсыздар, ауыл тұрғындары, қонақтар. Қазақстан Республикасының Ақтау облысында орналасқан оңтүстік Шу-Сарысу учаскесінде 2 мол далалық сейсмикалық зерттеулерді жүргізу жобасы бойынша ықтимал әсерлері туралы есеп. Бас тапсырыс беруші Келінжі барлау экологиялық бөлім бойынша жобаны әзірлеуші Мұнай Энерджи Групп дала сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық жобаны әзірлеу BGP геофизикалық қызметтер Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 2 қаңтарындағы нөмір 406 экология кодексі Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамызындағы нөмір 286 қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесі. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 2020 жылғы 30 шілдедегі нөмірі 280 бұйрығымен бекітілген экология сараптаманың ұйымдасу және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуде. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Жақсы. Регламент бойынша Әйгерім таныстыра қойыңыз. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, Сендердің Шакирова Әйгерімқызы, осы қоғамдық тыңдаудың жобалаушысы, яғни ұйымның экология бөлімі бойынша бізде қоғамдық тыңдау ережелері бойынша жоғарыда аталып өткенде әкімдіктің жұмысшысы қоғамдық тыңдау төрағасы болуы қажет. Хатшысы ретінде КНГ барлау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аға инженері сізді Сардарбек Ләйляны ұсынамын тағайындау үшін. Хаттаманы жүргізіп отырады. Біздегі регламент бойынша 10-15 минут беріледі баяндамашыларға. Баяндамадан кейін сұрақ-жауапқа көшеміз. Яғни бізде қазір геология бөлімі бойынша баяндама жасалынады және де осы экология бөлімі бойынша баяндаманы мен жалғастыратын боламын. Рұқсат етсеңіздер, біз баяндаманы бастасақ, кейін сұрақтарыңыз болса, сұрақ-жауапқа, немесе ұсыныстарыңыз болса, ұсыныстарды талқылауға көшеміз. Қарсы болмасаңыздар, онда бастасақ. Таныстыра өтейік. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Бейбулақ тұрғындары, ең алдымен осы кездесуге назар аударып, мына жиналысқа қатысқаныңыз үшін түнгі барлау және BGP атынан алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің атым Орал Шоқанболат, геофизика бойынша менеджер болған барлаудың қызметкерімін. Біздің компаниямыз Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының 100% еншілес ұйымы болады. Бұл Қазақстан Республикасының аумағында сейсмик барлау жұмыстарын жүргізетін компания болып табыламыз. Біздің мердігер BGP компанияның өкілі Тастанов Шалдарбек кісі болады. Қазір сізге қысқашасы мазмұндасын айтып береді осы, қандай сейсмик барлау жұмыстар жүргізген. Бірақ алдын ала бір
сыйымыз бар, имиджевый продукция, соны сізге берейік. Кішкене енді көңілін толып қарап отырыңдар. Айгүл, кімге берсеңіз? Енді. Biraz aytib ketsam, bizde videozapis жүріп отыр, үздіксіз видео жүргізіліп отыру керек, осы қоғамдық ережелеріне сәйкес. Сондықтан бір ауыз сізге ескерту міндетті болып табылады. Сондықтан мында видеозапис жүріп жатыр и қосымша телефонға да түсіріп, камерада болмай қалған жағдайда біз видео көрсетуіміз қажет. Түсінікті. Иә, сондықтан ескерту керек. Ол заңды түрде, енді бастап кетсек болар енді. Шәкен, бастап жүрсеңіз, кішкене мазмұндамасы презентация жасап, сіздерге енді түсіндіріп айтасыз. Қайырлы күн, құрметті ағайын. Біз мынау ұлттық қазмұнайгаз барлау компаниясының тапсырыс беруші компанияның жұмысын далалық сейсмикалық геофизикалық іздестіру жұмысын жүргізетін BGP геофизикалық қызмет көрсету компаниясының өкіліміз. Сол біз сіздерге қандай жұмыс жасаймыз? Қысқаша түсіндіріп, не жұмыс болады? Соны таныстырып. Мынау біздің осы проектке жобаға арналған проект, мысалы, келесін ашады. Мынау біздің вагондар келіп тұрады. Осы жерден бір шақырым жерде далалық партия тұратын вагондар, мына жерде бір 50-60 вагондар болады. Жұмысшылар тұрады. Бұның ішінде асханасы, бәрі болады. Жататын жері, вагондардың осылай қатар-қатар тұрады. Келесін. Сол кейін мынау біздің техникалар. Мынандай вибратор деген бар, жер-жерден осы техника жұмыс істейді. Сол кейін мынандай қызыл кабельдер төсейміз. Профильді құрған кезде профильді төсейміз. Бірінші координациялармен пикет болады. Соның бойында мынандай қызыл кабель жатыр. Мүмкін оның арасында қара диапон деген болады. Әр 20 метр сайын жерге көміліп, сонымен қаралар жатыр. Даланың профильдің бойында солай төселіп тұрады. Ол кабельдің бәрі келіп, біздің мына сейсмостанцияға жалғанады. Сейсмостанция сол кабельдің бәрі экранын көріп отырады. Қай жерде жұмыс істеп тұр, қай жерде контактісі болмай ажырап істемей жатса, өзінің бойында жөндеп жүретін өзінің қызметкерлері бар. Машина көліктермен пикап, артынан негізі пикап болады, солардың пикетін айтып, сол жерге барып, ол жабық ауыстырып. Мына біздің пикап көліктер. Бұлар асылым жаңа сейтмектердің жөндейтіндердікі, соңғы топотряд дейді, топоровтар қазып қалғаны пикет қоятындар, осындай мен бірінші жүреміз. Солардың артынан сейтмектер жаңа кабель төсейді. Бортты машиналар, Урал солармен вақтап адам таситын сол профильдің бойында жүріп жүреді далада. Кейін өздеріңіз бұлай жүргенде байқап көресіздер. Келесін. Мысалы, мына біздің сол партияның қасында тұратын гараж дейміз, мысалы, сода тұратын техникалар. Осынша техника жұмыс істейміз. Бөтен бұл белгілі бәрі осы басқа машина бізде көлік болмайды. Мына жаңағы профильдің бойында жер дірілдетіп өтетін, мынау дірілдеткіш қондырғы дейді бұл, вибровского. Осы техникалар профильдің бойымен жүріп өтіп, бұның өткеннен кейін артындағы жаңағы кабельдің бәрін жерден жинап алдына түсіп, біз түсіп кете береміз. Мына мысалы сол жұмыс істеп жатқан мына профиль түзу, профильдің бойымен жүріп отыратын іздері. Жұмыс осылай болады, далалық жерде, бәрі жерде қисық, сарқының екі бетін өтіп жүреміз, кабель үзілмей жалғанып жата береді, міне сол вибраторлар. Мына кабель төселген, мысалы, жұмысшылар осылай мынандай бортты машинамен әкеп, кабельдерді түсіреді, жұмысшылар ары қарай төсеп, бір-біріне жалғап кете береді. Мынандай егер бұл жақта темір жол болған жағдайда біз темір жолдың астынан өткіземіз. Бірақ ол темір жол иелерінің келісіп, компанияларды рұқсат алып, бәрі заңды жасаймыз. Сорлардан өткен жерлерде осылай өтеміз. Соңғы мынандай далалық жолда кабельге мына резина ішінде қуыс бар, біздің кабельге соған қоямыз. Жергілікті халықтың көліктерге ешқандай кедергісіз ары бері өте береді.
Мынандай трасса жүрген жолдарда машина көлік біз үстінен өтіп бізге дейін оларға да кедергі жасап отыр. Бірақ мұның бәрін қазақтың жол арқылы заңдастырып жұмыс істейміз. Олар біледі, ГАИ да біледі, бәрін біледі. Қай жерде, қай уақытта өтетінімізді хабарлап отырамыз. Келісілген. Мынау жаңағы Топовка ең бірінші жүретін пикапты, әр 20 метр сайын жаңағы пикет қояды. Осылар өткеннен кейін, осылардың көліктің пикеті бойынша жаңағы кәрізді жүреді. Мына біздің сельская станция. Бүкіл төшелген кәрізді осының ішінде көлікті қарап отыр. Бәрін бақылап. Мына біздің жаңа далалы жұмыс істеп жатқан жігіттер. Осы бәрі осы бір біздің партияда осылай жұмыстар жүргізіп жатыр. И бізде жұмыста күнде сағат таңертең жұмысқа барарда әр бригада осылай 5 минуттық жаңағы инструктор жүреді. Бүгінгі істейтін жұмыстарын түсіндіреді, қауіпсіздік туралы түсіндіреді, басқа мысалы өрт, басқа тірліктер болмау үшін бәрін күнде заңды түрде сосын өртке қарсы да бригадалар жұмыс істейді. Сосын жұмысқа баратқанда бізде врач отырады. Врач кез келген көлік жүргізушінің бәрін азанда тексереді, давление өлшейді, алкотест алады, кешке де өлшейді. Өйткені олардың адам тасиды, басқа тасиды, техника уже көп жүргізудің уже қауіпті. Бұндайсыз ешқандай жұмысқа ешкім шығармайды. Мына біздің топографтардың күнде мына жұмысшылар келеді. Содан кейін бізде жаңағы партия тұрған жерде асхана бар, душ бар, соның бәрі суы, мысалы біз жерге шоқыр қазып ішуге төкпейміз. Баяғы заманда да сондай болған. Қазір цистерна қоямыз, цистернаның ішіне жинайды, жергілікті осы ауданның компаниялармен доғыр отырамыз, олар келіп, өздері тасып өтісетін жерге өтісіп тұрады. Сұйық атқотымызда. Қатта заттарымызды оларға басқа компаниялар болса, или солар жасаса, солармен келісімшарт отырамыз. Олар бізден уақытында келіп жинап, апарып өткізіп тұрады. Мысалы, ауданда бір полигон болады, или облыста полигон болса, соя қойып кетеді. Далаға ешқандай зат төгіп, басқа қалдырып көміп кету деген жоқ. Бізде Қазмұнайгаздың бақылап отыратын жұмысымызда аздан кешке дейін 2 адам отырады, бір адам мысалы супервайзер дейді. Бүкіл жұмысымызды қадағалап отырады. Сіз басында болмай еді. Түсіндіріп жүріңізші, не үшін айналысыздар бұны? Біз мұнай газ іздеу, Қазмұнайгаздың мына лицензиялық участокте осы территорияға бізді жалдап далалық геофизикалық жұмыс жүргізуге тапсырыс беріп жатыр. Біз геофизикалық жұмыс жүргіземіз. Мына аймақта зерттеу жұмысы. Сарысу өзені, соның бойымен мына Қызылорданың шекарасына дейін 4 километрде мына профильдер, мына көк түсті профильдеріміз. Арасы 4 километрде осы жерде 36 профиль бар, 2000 шақырымдай осы объем мысалы. Сондықтан біздің ана профильдің бойында да, көліктер жүргенде де, ана баклашка, қағаз тастау, мусор тастау деген ешқандай болмайды. Егер көріп қалсаңыздар, кез келген кезде әкімдеріміз бар, айтсаңыздар, бізде бәрі телефон болады. Соның бәрін талап етуге заңды сіздердің. Осы жұмыс біздің далалық геофизикалық зерттеу жұмысы біз мердігер компания болғасын. Менен кейін мысалы экологиялық өздерінің несі бар, баяндамасы экологтар арқылы жалғастырады. Рұқсат етсеңіз, мен отырып айтып көрмедім ғой, ары қарай жалғастырып өтейін, онда осы қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша қысқаша баяндама және сіздердің алдарыңызда қағаз түрінде презентациялар бар. Егер көрінбесе, сол жерде қарасаңыздар болады. Жоғарыда айтқандай, сұрақтарыңыз болса, кейінірек баяндамадан кейін талқылап, ұсыныстарыңызға сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Онда ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша қысқаша түсіндіріп өтейін. Жоғарыда айтып өткендей, бұл Ұлытау облысында орналасқан оңтүстік Шу-Сарысу учаскесіндегі сейсмикалық зерттеу аймағы болып табылады. Яғни бұған негіздеме ретінде ең бірінші бұл Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі негіздеме болып саналады. Сонымен қатар 286 номермен бекітілген
қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесі және де 280-ші бөлікте бекітілген экологиялық сараптама ұйымдастыру жүргізу болып табылады. Яғни біздің бұл барлық жобаларымыз экологиялық сараптамадан барлық құзырлы органдардан сараптама өткеннен кейін рұқсат алып, содан кейін ғана жұмыс жасауға болады. Яғни жай қарапайым тілмен айтқан кезде біз рұқсат алу үшін сіздермен таныстыруымыз қажет. Қандай жұмыс жасалынады, қандай әсер болуы ықтимал. Сондықтан біз сіздерге келіп отырмыз. Себебі ең жақын елді мекен сіздердің ауылдарыңыз болып табылады. Сондықтан осы қоғамдық тыңдауды сіздердің ауылдарыңызда өткізіп отырмыз. Жалпы сейсмикалық барлау жұмыстарының негізгі мақсаты бұл көмірсутегі кен орындарын ашу болып табылады. Дәл осы жобаның мақсаты, және перспективасын бағалау. Осы сейсмикалық жоба бойынша, жоғарыда аталып өткенде, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Мыңбұлақ ауылына жақын орналасқан болып табылады, яғни 24 км қашықтыққа орналасқан. Оңтүстік Шу-Сарысу учаскесі. Соған байланысты осы қоршаған ортаға жоспар бойынша лицензиялық алаңның жалпы ауданы 5320,73 шаршы километрді құрайды. Осы далалық сейсмикалық барлау жұмыстары жоспары бойынша ластану көздеріне әртүрлі ластаушы көздер жатады. Жоғарыда аталып өткенде, мысалы, дизель электр станция немесе қондырғылар, виброқондырғылары жұмыс жасау кезінде орысша айтқанда двигатель внутреннего сгорания, автокөліктер сияқты дизельдің жаңа кезіндегі ластаушы бөлімі мүмкін. Келесі, жаңа геология бөлімінде де атап көрсетіп өтті. Осы территорияда, картада көріп отырғандарыңызда, осы территорияда жұмыс жоспарлануда. Территорияның маңында Аңдасай қоры орналасқан, бірақ ол жерге дейінгі қашықтық профильден 4 километр жерді құрайды, яғни ол жерге кірмейді. Сонымен қатар тағы да атап өтейін, біз барлық құзырлы органдардан рұқсат аламыз. Міндетті түрде барлығына хат жазылады, барлығына осы жұмыс жобалары сараптамадан өтуге беріледі. Яғни құзырлы органдардан рұқсат алғаннан кейін барып біз жұмыс жасайды. Шаруа қожалық егерлер малдарына зиян тимей ме сол? Мен қазір барлығын айтып өтейін, сосын сұрақ жауап. Сол ішінде болады қазір. Жеріміз бөлікті сөйлейді. Түсініктің қазір регламент бойынша біз таныстырып өтейік, сосын сұрақтарымызға көшеміз. Міндетті түрде жауап береміз. Яғни жұмыс жасау аймағында жасай өткен, мысалы, археологиялық, тарихи ескерткіш құндылығы бар жерлер кірмейді. Яғни жаңа картадан көрсеттім ғой, бұл жерде ешқандай қорық немесе ескерткіштер орналаспаған. Сонымен қатар Байжан Нұра охотзоопром, ол жерден де аңшылық алаптардан да рұқсат алынады. Ол жерде де жұмыстар жүргізілмейді. То есть жаңағы карта бойынша көрсетілгенде оның территориясына кірмейді. Бірақ сонда да біз хат жазып, міндетті түрде рұқсатын алғаннан кейін барып жұмыс жасалынады. Сонымен қатар бұл жерде жұмыс жасар алдын осы оңтүстік Шу-Сарысу учаскесінде мониторингтік зерттеу жұмыстары жүргізілді. Яғни климаттық маусым бойынша өнеркәсіптік экологиялық мониторинг есептері бар. Онымен сіздер қағаз түріндегі цифрларды көрсеңіздер болады, презентацияда көрінбесе. Бұл жерде де біз азот пост тотығы, азот тотығы, яғни азот оксид, диоксид орысша айтқанда, көміртек, көмірсутек сияқты осы заттардың көрсеткіштері, яғни стандарт бойынша нормасы қанша болуы қажет, фактически дейді ғой, нақты сол уақыттағы алған көрсеткіштері қандай болды. Бұндағы мақсат жұмыс жасардан алдын қандай көрсеткіштер болды және кейін қандай болады. Яғни әр тоқсанында жұмыс жасау уақытысында оны қадағалап отыратын болады. Сонымен қатар жұмыс жасау уақытын атап өтейін сіздерге. Міне мына жерде жоспарланған іс-шара мерзімі осы ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап желтоқсан айының соңына дейін
жоспарлануда. Яғни сол аралықта мониторингтік жұмыстар жүргізіліп отырылады. Яғни ауа, су, топырақ деген сияқты. Міне бұл да сынама алған көрсеткіштері. Жоғарыда айтқандай жер ресурстары мен топыраққа әсерін бағалау, барлық техногендік әсері етуі мүмкін. Виброустановкалық қондырғылар жүрген кезде немесе автотранспорттар жүрген кезде. Бірақ барлығы осы экологиялық жобада қарастырылған сақтау талаптарымен топыраққа жаңағы әсерді, қоршаған ортаға, ауаға, суға әсерді барынша азайту жұмыстарын сақтап жұмыс жүргізіледі. Сол сияқты флора мен фаунаға да әсерін бағалау, климаттық мониторингтік жұмыстар жасалған кезде жүргізілді. Қоқыстар бойынша жаңада айтып өтілді. Қосымша ақпарат ретінде айтып өтейін. Бұл жерде жұмыс жасау барысында, яғни уақытша жұмыс болып табылады, қыркүйектен желтоқсан айына дейін жүргізілетін болғандықтан. Яғни күнделікті тұрмыста пайда болатын аралас коммуналды қалдықтар қалыптасуы мүмкін. 11,4 тонна біздің есебіміз бойынша жобамен. Дәнекерлеу жұмыстары, яғни сварочный работа емес, сваркадан кейін қалатын электрондардың қалдықтары, немесе пайдаланған майлы шүберектер, сол сияқты 7 түрлі қалдық түрі түзіледі. Яғни барлығы лицензиясы бар, арнайы қалдықтарды шығара алатын мекемемен келісімшарт жасалып шығарылып отырылатын болады. Оның да арнайы графигі болады, қай уақытта шығарылу керек. Мысалы, осы коммуналдық қалдықтар, тағам қалдықтары сияқты ол әрбір 3 күн сайын шығарылып отыр, 2-3 күн арасында шығарылып отыру керек. Дәнекерлеу қалдықтары деген сияқты олар экологиялық кодекс бойынша 6 айға дейін сақтауға болады, бірақ жиналуына байланысты бірден шығарылып отырылатын болады. Яғни сонымен қатар осы жұмыс жүргізу барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету, яғни төтенше жағдайларды туындатпау мақсатында қарастырылған жобалар да бар. Яғни ол Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде жасалынған азаматтық қорғау туралы немесе мұнай химия, мұнай өңдеу өнеркәсібіндегі талаптарға сәйкес барлығы жүргізіліп отырылады. Мен сіздерге қысқаша осы ықтимал әсерлерді бағалау жобасы бойынша ақпарат беруге тырыстым. Егер сұрақ келесі жоба бойынша сұрақ жаңа картаны шығаңызшы, сұрақ. Картаны секи аллокация. Масштаб қалай? Масштаб қанша үлкеймізші? Үйлі қай жетіп тұр? Келесі әлі ол. 200 мыңдықты көрсетші. Приблизительно үйлі қай жетіп тұр? Аңдасай, сіз нелеріңіз бар? Бұғалай бар, көріп тұр, бакауын. Сіздің алдыңызда 24 километр. бумажный жоқ па сізде? 24 километр. Үйлі былай қарай екен, енді сартуылға қарай, масштаб қанша? Масштабтың Ағасы, бір-екі келесінші, мына картада жақсы. масштаб. Сарту өзен бойы ғой, границаға жете алайсың, қыздар ескерасың. Содан бізге екен, сұрақ қоятын кезде ат жөндеріңізді айтып өтсеңіздер, себебі біз хаттамаға тіркеген кезде ат жөндеріңізді жазып, сұрақтарыңызды жазамыз. Көрінді ма сізге? Қолында тұр, қолында. Ал сұрақтар қоя беріңдер. Ал әбетте сұрағыңыз бойынша. жоқ, қойдыңыз ja, масштабын ескере аласың. Мал туралы бірдеңе сұрақ қойыңыз. Жоқ, мал туралы, малға зияны келмей ме жаңағы масштаб туралы ғой. Жоқ, демейді. Біз барлық, айтып тұрмыз, барлық жерде біз официальный хат жазып, осы жобаларды көрсетіп, сонымен қатар жоғарыда да айтып өткен, бұл жобалар экологиялық экспертизадан өтіп жатыр, сараптамадан. Ол жерден де Ал сосын тағы сұрақ бердіңіздер ғой. Сосын біз жаңағы өрт сөндіру несіне бекетіне байланысты адамдармыз. Мына жерде сіздер сазу өл бірыңғай өзеннің мойнында келсіздер, мысалы ше, ертең осы жерде көп случай шығады, қамыс өртенеді обычно. Барады, жұмыскерлеріңіз болсын, нелеріңіз болсын, темекі тартады.
Жоқ, бізде мына кабеліміз төсегенде мысалы 30-40 километр төселіп жатыр. Біздің ол қымбаттау зат. Бізге өрт ең қауіпті жау. Сондықтан біздің жұмысшыларға ол кәдімгі өте жоғары талаппен. Жоқ, соны алдын ала мен де ескертіп жатырмын. Бізде соңғы соны қадағаласа главный вопрос ол әңгіме жоқ. Шашлык пісіреді. Жоқ. Ондай бізде ешқандай далада от қойып өлтіру болмайды. От проблема жоқ. Да. Ол түсінікті. Біз ана кабельді жинап үлгермейміз. От келеді, сол бойы жанып кетеді. Ол қымбат зат. Сондықтан біз үшін далада от болу өте қауіпті. Оны біз бақылаймыз. Ол 100% біздің жұмысшылар ондайды енді ол өзіміздің затымыз өртенеді. Сіздердің шөбіңіз, жайылымыңыз өртенуі деген ол қауіпті болады да. Хорошо, ол ешқандай не жоқ. Одан қатаң бақылауда болады. Талап қойылады, күнде ол әңгіме айтып тұрады, жұмысқа барған басында да қарап жүреді. Қауіпсіздік несі солай айтылады ғой. Бірақ соны барып адамдар сақтамай, бізден ЧС-тен, бізден спутниковый наведениеден келеді бізге отыр. Осыған барамыз біз қайта. Барса ананы өртеп кеткен, мынау өртеп кеткен, темекі шеккен бір екі адам отырып өтіріп кеткен. Сол үшін біз барамыз. Дұрыс. Тағы сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Екінші жоба бар, сол бойынша да баяндама жасап өтсем, ол жерден толығырақ цифраларды Жақсы. Өткізе беріңіз, айта беріңіз, екінші бойынша. Қысқашасын айта беріңіз. Қысқаша айтып өтейін, ол бойынша. Бізде бұл экологиялық талаптарға сәйкес жаңағы ықтимал әсерлерді бағалау жобасы және қоршаған ортаны қорғау жобасы болып кезегімен жүргізілетін жобалар, сондықтан сіздерге тағы да қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл да сол жоба, яғни ештеңе өзгерген жоқ. Оңтүстік Шу Сарысу осы учаскедегі, бірақ екінші кішкене басқаша аталатын жоба, яғни қоршаған ортаны қорғау бөлімі болып табылады. Жаңағы бірінші жоба естеріңізде болса, ықтимал әсерлерді бағалау, яғни шамамен алғанда деген ақпарат бойынша, ал бұл жерде нақты сандармен сөйлейміз. Дәл солай экологиялық кодекс негіз болып табылады. Осы қоғамдық тыңдауды өткізуге негіз ретінде қоғамдық тыңдау өткізу ережелері дәл солай бұл жерде. Енді қысқаша жаңағы атмосфералық ауаға тоқталып өтсек, жаңағы сіздер айтасыздар су деген сияқты барлығын тағы да қысқаша цифрлармен айтып өтсем. Жоба жүргізу жұмыстары кезінде ең алдымен жаңағы экологиялық кодексті негізге аламыз, сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің бекіткен ДСМ-2 адам мекенжай ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын санитарлық талаптарды да негіз ретінде алып ескеріп жұмысты жасайды. Яғни бұл жерде жаңа айтып өткенімдей ДС, дизель электр станциялары, сонымен қатар дәнекерлеу жұмыстары, немесе виброқондырғылар, діріл қондырғылары қоршаған ортаға ластаушы көздердің бірі болып табылуы мүмкін. Жалпы шығарындылары 105-500 тоннаны құрайды деп есептеп отырмыз. Яғни ол сол жұмыс жасау кезінде бөлінетін. Ластаушы заттар ретінде осы кестеде көрінеді ме? Осы заттарды өтуге болады, яғни қысқаша тоқталып өтейік. Жаңағы диметилбензол, метилбензол, немесе азот оксиді, көміртек, диоксид деген сияқты ластаушы заттар бөлінеді. Сонымен қатар жұмысты жасау уақыты қыркүйек пен желтоқсан айына дейін, жаңағы жұмыс жасау учаскесінен осы ауылға дейін 24 километр қашықтықты қамтиды. Жаңа көріп отырғандай карталарыңыз. Сонымен қатар осы эмиссия көздері, яғни ластаушы заттар дедік, атмосфералық ауаға әсер бойынша 38 ластаушы көздер, жаңағы айтқан дизель генератор немесе дәнекерлеу жұмыстары сияқты осы барлығы 38 ластаушы көзді құрайды.
Сонымен қатар ағынды сулар туралы да ақпарат беру үшін жұмыс жасау алаңында судың барлығы алып келінеді, сырттан әкелінеді, яғни ол жерде ешқандай скважина қазылмайды, барлығы привозная вода дейді, ішетін ауыз суды барлығын басқа су тасыған мекемемен алып келіп отырылатын болады. Жаңағы партияны көрсетті ғой, сол жерде вахтовый поселок ретінде сияқты болады. Асханасы, жуынатын, ішетін сияқты сулар алып келеді. Сонымен қатар осы су бойынша тұрмыстық суға арналған септик болады. Сол жерде ластаушы заттардың көрсеткіштері бойынша 90-ына 1 рет аналитикалық әдіспен зерттеу жүргізіліп отырады. Яғни бұл жерде де барлығы қатаң бақылауда болады, міндеттеме ретінде. Фосфаттар, немесе нитрат, нитрит деген сияқты ластаушы заттар бойынша 90-ына 1 рет міндетті түрде сынамалар алынып отырылады. Жаңағы айтып өткен қалдықтар бойынша да ақпарат айтып, қысқаша айтып өтейін. Қалдықтың өзі түрі болады, қалдықтарды басқару мониторингі бойынша оларды да түзілетін орны, қанша уақыт сақтауға болады, немесе қанша рет шығарылып отыру керек, аптасына немесе айына деген сияқты. Бұл қалдықтарды басқару бағдарламасы да бар. Және осы қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылған міндетті түрде ол жағармай төгілуін болдырмау, мысалы жерде автотранспорт болған соң, айтып өткендей дизель генераторды пайдаланатын болған соң, жағармайды төгілуін болдырмау, немесе өндірістік қалдықтарды қайтадан кәдеге жарату, повторно использование дейді, айтқанда сол сияқты барлық теріс әсерлерді минимизировать ету барынша. Автокөлікпен жұмыс жүру кезінде де сол бір жолмен жүру, яғни жаяу жүргінші жол бойынша да, автотранспорт бойынша да. Яғни өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес осы қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын жүргізу міндетті болып табылады, сақтау. Бұл жерде мен сіздерге қысқаша ақпарат беруге тырыстым. Сұрақтарыңыз болса, бұл жерде де талқылауға жауап беруге дайын. Бізге келетін қатты негізі қорқыныш скважина жазсыздар ғой? Жоқ. Бұл діріл жұмыстар, жаңа сіз басында болмай қалсыз қой, дірілдеткіштер, солар жүру арқылы профильдермен жазып отырып анализ жасайды. Безопасно. Бұл жұмысты бұлай зияны қатты жоқ деп есептелінеді барлық жерде. Мысалы, ауылды жерде де, қаланың ішінде де бұл жұмыс жүргізіле береді. Бірақ сақтайды да ережесін, қауіпсіздігін сақтайды. Мынау К-700 сияқты, К-700-тен сәл үлкенеді, 4 доңғалақты осындай. Неге жоқ па? Пожарный қатысы жоқ па? Жоқ. Бұл бәрі гидравлика бұда. Ол қатты жүрмейді, өзінің бір несі бар. Бұл тек профильдің бойында жұмыс. Ауылы өрт сөндіру бекетінің басшысы осы. Соға сұрады. Бұл енді құдай сақтасын, өрт жағына бізде өте қатал қараймыз енді. Ол енді сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, онда жиналысты аяқтасақ болады ма? Қоғамдық тыңдауды аяқтасақ болады ма? Жабық деп жарияласақ, рұқсат па сіздерге? Рұқсат бересіздер ме? Ақпарат болса, сол сіздер біліп жүрсіңіздер. Қандай әсер болуы? Жұмыс қаласыздар ма? Иә, жұмысқа енді аламыз, бірақ заңды түрде сіздің 5 адам аламыз. Енді бұл сейсмолық барлау жұмыс қой, қалада көбінесе енді сол жақта енді жұмыс, сол жаққа кіріп жұмыс істейді, 3-2 ай кіріп шығу деген жоқ деген ғой.